Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен сіздермен өте бір жақсы бір амалмен бөліскім келіп отыр. Өзіме өте қатты ұнады. Ол мынандай амал. Адамға уақыт өте қымбат. Өте қымбат дейміз. Сол уақыттың 1 минутында не істеп үлгеруге болады? Қандай жақсы амалдар істеп үлгеруге болады? Қанша сауап жинап алуға болады? Міне осы туралы ой бөліскім келіп отыр. Мына ғалымдар айтады, 1 минут ішінде дейді, сіз Аллаға шүкіршілік ете аласыз дейді. Оған деген махаббатыңызды, үмітіңізді, сағынышыңызды білдіре аласыз дейді. Сіз оны өміріңіздің кез келген сәтінде, төсегінде жатқан кезде де, көшеде келе жатқанда, тіпті көлік жүргізіп келе жатқанда да оны еске ала аласыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, мінекей, субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху аллаху акбар. Міне осы таухид сөзі, Аллах пәк, оған мақтаулар мен мадақтар болсын. Аллахтан басқа тәңір жоқ, Аллах ұлы деген сөз. Бұл сөздер мен үшін күннің шуағынан да сүйікті дейді. Сүйкімді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл сөздерді біз осы сөздерді 1 минутте 18 рет айта алады екенбіз. Бұл сөздер Аллах тағаланың да сүйікті сөздері. Сахих хадистерде айтылғандай, игі істердің тарасында бұл сөздер салмақты, соншақты ауырлығы, сонша ең көп сауап беретін сөздерге жатады екен бұл осы сөз. 1 минутта субханаллахи ва бихамдих деген Аллахқа мадақтар мен мақтаулар болсын деген мағынаны білдіреді. Бұл осы сөзді біз 100 рет айта алады екенбіз. Кімде-кім бұл сөздерді күнде айтса, күнәларының салмағы теңіздің көбігінен де көп болса да ол кешіріледі дейді. Субханаллахи ва бихамдих, субханаллахи ва бихамдих, субханаллахи ва бихамдих дегенді тәсбихмен аударып отыратын болсақ, бұл субханаллахи ва бихамдих деген сөзді айтқан адамға осы дүниеде айтып отырып ақ, ақыретте жәннатқа ағаш еккенмен егеді екен. Мысалы 100 рет айтсаң 100 ағаш, осындай хадистер бар. Ол да сахих хадистерге жатады. Сол 100 ағаш егесін, күнде айта берсең, өміріңнің соңына дейін қанша ағаш егіп тастайсың, жәннатта сенің бау-бақшаң уже егіліп жатады осы дүниеде. 1 минутта ла хаула ва ла қуатта илля биллах деген сөзді біз 40 рет айта алады екенбіз. Бұл Бухари мен Муслим хадистерінде рауайет етілгенде, бұл да жәннат қазыналарының бірі деген. Енді 1 минутта ла иляха иллаллах таухид сөзі біз 50 мәрте айта алады екенбіз. Бұл сөз рахман сөздері деп айтылады. Адамның ең соңғы осы демінде ең соңғы сөзі осы ла иляха иллаллах болатын болса, айталатын болса, ол жәннатқа кіреді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан солай. Енді қазірден бастап ла иляха иллаллахты біз тілімізді жаттықтыруымыз керек екен. Егер қазірден бастап ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп күнде мысалы 50 мәрте намаздан кейін болсын, бос отырған кезде болсын, оған дәреттің керек жоқ. Мысалыға любой уақытта көшеде келе жатып та, жаңа көлік айдап келе жатып та, ұйықтайын деп жатқанда да любой уақыттың барлық уақытта ла иляха иллаллахты айта беруге болады. Ла иляха иллаллахты мына тілімізде жаттықтыратын болсақ, ол ақтық дем келген кезде, адам қайтыс болайын деп жатқан кезде, жан алқымға келіп, ышқынып, қиналып жатқан кезде мына тіл өзі айтады екен сол ла иляха иллаллахты. Ла иляха иллаллах, әрбір қиналғанда ла иляха иллаллах, әрбір қиналғанда ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах деп адам айта береді екен да, тілі айта береді екен. Егер осы қиналып жатқан адамды, қайтыс болайын деп жатқан адамның айналасында туыстары сол адамның ла иляха иллаллахын айтып жатқанын еститін болса, ол адамның уже жәннаттық екенінің белгісі ол. Ол жәннаттық адамның белгісінің біреуі осы ақтық демде ла иляха иллаллахты айту. Сол үшін ертең өзіміз ие боламай жатқанда, есіміз ауысып жатқанда айта аламын, қайтып айтам деген кезде ол тіл, жаттыққан тіл өзі айтады екен. Ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах, ла иляха иллаллах. Оның айтатын сөзі осы болады екен. Ол енді ол деген ол адамда жәннаттық, ол адамға жәннат нәсіп болады екен. Енді 1 минутта субханаллахи ва бихамдих адада халқихи ва рида нафсихи
вазината аршини ва мидаада калиматихи деген осы сөзді 15 мәрте айта алады екенбіз. Бұл сөзді жаттап алатын болсақ, бұл сөз бүкіл зікірдің, тәсбихтер мен зікірлердің ішіндегі ең көп сауап әкелетін сөз, осы тәсбих осы екен. Бұл сөзді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткізген хадисінде осылай айтқан. Бұл тәсбих пен зікір түрлеріне қарағанда әлдеқайда көп сауап әкеледі деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді 1 минутта астафираллах. Астафираллах деген сөз ол истихфар. Яғни Аллах кешірші мені, Аллах кешірші мені деген сөз. Соны тынбай айтатын болсақ, 1 минутта біз оны 100-ден аса көп айта алады екенбіз. Кешірім сұрау. Яғни кешірімге қолым жеткізетін болса, ол әрине ол адам жәннатқа кіреді. Аллахтың кешіріміне жету, осы дүниеде айтып жеткізіп жету, ол адамға жәннат нәсіп болады. Және ол осы дүниеде де жақсы өмір сүруді қамтамасыз етеді. Оған иман күшейтеді, неше түрлі апаттардан қайтарады. Міне, егер адам көлік айдаушы адам астафираллахты айтып жүретін болса, ол сол күні сондай әйтеуір апаттардан аман болады екен. Оны күнде айтып жүретін болса, астафираллах, Аллахтың кешіріміне жетуге нәсіп болады екен. Енді 1 минутта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауат айту. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Міне, осы салауатты біз 50 мәрте айта алады екенбіз 1 минутта. Енді Аллах Тағала пайғамбарымыз айтады, таразда Аллах Тағала оны 500 рет айтқандай көбейтеді екен. Соның нығметін еселейді екен. Сол үшін біз пайғамбарымызға салауатты 50 мәрте емес, оны 100 деп, 1000-дап айтуымыз керек. Өйткені біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізде осы дүниеде де оны көп айтқан адам осы дүниеде де түсінде көре алады екен. Ондай да нәсіп болсын. Ақыретте онымен дос болсаң, ол әрине бірінші көмектеседі. Таразың жанында жүреді екен, көпірдің жанында жүреді екен дейді. Сонда сенің ана жерде саған шапағат етуге дайын тұрады, таниды. Сен күнде оны салауат айтып жатқаннан кейін ол сені таниды. Мысалы қажылыққа барған кезде де сол жерде де салауаттар айтып, жаңағы сәлем беріп жатқан кезде сол уже келген адамды ол кейін таниды екен деп айтты бізге. Кейін сіздерді танитын болады деп салауаттар айттық сонда. Енді 1 минутта 50 салауат бұл аз, одан да көп айту керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі айтқан, кім салауатты көп айтса, ол адам байиды деген. Даже осы дүниеде де байиды екен ол адамның. Яғни береке дариды, байлық бүкіл дүниесіне береке дариды. Енді 1 минутта Ықылас сүресін оқып 20 рет оқуға болады. Бұл сүрені оқу Құранның 3-тен 1-ін оқумен тең дейді. Ықылас сүресін күнде 20 рет оқысаңыз, бір айда 600 оқиды екенсіз, ал бір жылда 7200 рет оқиды екенсіз. Ол Ықылас сүресін оқыған адам, Құранды 20 рет оқыған адам, Құранды 7 рет оқумен тең деп айтқан. Кім күнде 20 рет Ықылас оқыса, бір жылда Құранда 2400 рет толық оқығандай сауап ала алады екен. Ол да пайғамбарымыздың хадистерінде, сахих хадистерінде келген. Ғалымдардың айтуынша бізге жеткені хадистері сол. Енді 1 минутта Фатиха сүресін 7 рет оқуға болады екен. Кейбір ғалымдар есептегендей Алланың кітабының 1-ші сүресін оқу 1400-ден астам хасан, яғни жақсы амал жасаумен тең екен. Демек, Аллах Тағаланың рұқсатымен Фатиханы 7 рет оқыған адамға 9800-ден астам хасан беріледі екен. Бұл 1 минутта дейді. Енді 1 минутта Құранның қысқа сүресін, яғни қысқа аяттарының да жаттап алуға болады. Мысалы, Кәусар сүресі 3 аяттан тұрады. Енді Кәусар сүресі оқылуы. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна аътайнакал кәусар фасолли ли роббика ванхар. Инна шани'ака хуал абтар. Осы сүрені қағазға жазып, ықыласпен ниеттеніп жаттаймын деген адам оны 1-ақ минут жаттап алады екен. Оны мысалы кейбір адам тілім келмейді, ол кешігіп қалғаннан тілі келмейді. Жастай, осында жас кезден бастайтын болса, барлық нәрсені жаттап алуға болады. Ясин сүресінде, мысалы Мүлк сүресінде, Табарак сүресі,
соларды жаттап алып өмірде соны оқып жүріп сауаптар жинауға болады. Оның бәрін жастай бастау керек, жүре бермеу керек. Қартайғанымда оқимын, пенсияға шыққанда оқимын деп жүре беруге болмайды. Ол кешігіп қаласың, кейін тілің келмей қалады. Жаттаймын десең де жаттамайды, ми қабылдамайды ол кезде. Міне сол үшін қазірден бастап мындай осындай намаздар кезінде намаз оқуға талпын, намазды бастау керек. Намазда оқыған адам көп нәрсеге қолы жетеді негізі. Енді бір минутта ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах лахул мүлкі ва лакал хамду ва хуа ала кулли шайин қадир деп 20 рет айта алады екенбіз. Осы таухидты біз 1 минутта 20 рет айтатын болсақ, онда біз 8 адамды, яғни біз 7 құлды құлдықтан азат еткен сауабы беріледі екен, Аллах разылығы үшін. Мінекей, осындай ол осы дүниеде де өте өмір ағымында көптеген проблемаларын шешіп, не деген тілектер қабыл болып, көп нәрселерге, жетістіктерге жетіп, шешілмеген проблеманы қамайды ғой енді. Осындай нәрселерді істеп жүретін болсаң. Енді 1 минут ішінде субханаллахи ва бихамдих деген сөзді 100 рет айтуға болады екен. Кімде-кім бұны күнде жасаса, Аллах кінәларын теңіздің көбігі сияқты көп болса да оны кешіріп жіберем деген екен. 1 минуттың ішінде субханаллахи ва бихамдих, субханаллахил азим дейміз. Осы бір 2 сөзді 50 мәрте оқиды екенбіз. Оқи алады екенбіз. Оны хадисте Бухари мен Муслимнің рауахат еткен хадистерінде айтылады. Бұл 2 сөз тілге жеңіл болғанмен таразыда ауыр болады дейді. Қандай таразы? Ол ақыреттің таразы. Біздің сауабымызбен, кінәмізбен сауабымызды өлшеп, 2 таразының 2 басына қойған кезде, егер осы дүниеде біз осыны көп айтып жүретін болсақ, ол енді басады ғой. Басқан кезде ана жерден Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва тұрған кезде сені де қадағалап тұрады. Егер жетпей бара жатса, сенің сөзіңді түсіріп шапағат жасайды. Bir жағына салауат айтып жүрген үшін сол ол қуанып кетеді екен ғой. Үмбетім мінекей жәннаттық болды деп. Не деген қуаныш, сондай қуанышқа жете берейік. Енді 1 минутта 40 рет ла хаула ва ла қуатта илля биллах деп айтуға болады екен. 40 рет. Бұл сөздер Әл-Бухари Муслим рауайт еткен хадисте айтылғандай, жәннаттың бұл да қазыналары. Және ол осы дүниеде қиындықтарды жеңуге үлкен әсері бар екен. Және үлкен істерді бастаған кезде осы сөзді ла хаула ва ла қуатта илля биллах деген сөзді айтып бастайтын болсақ, осы тірлікті бір іс бастайын деп атамыз ғой, сол кезде осыны айтып дұға қылып бастайтын болсақ, ол әрине ол іс хайырлы, берекетті болады. Әзбіллахтың кесірінен сақтап, оны жақсы жетістіктерге жетуге болады. Енді 1 минутта 50 рет ла илаха иллаллахты айтуға болады дедік. Бұл таухид сөздерді де дүниеде кімнің соңғы сөзі болатын болса, ол жәннаттық дейді. Ла илаха иллаллах деген сөзді 50 рет айта алады екенбіз. Бұл сөзді айтқан адам да, соңғы демде айтқан адам, ол жәннаттық дедік. Мінекей 1 минут дегеннің уақыттың ішінде орындалатын осындай әрекеттер адамды бақытқа жеткізеді, өмірін жеңілдетеді, бүкіл проблемасын шешеді, бүкіл проблемасы жойылады, онда проблема қалмайды ғой. Міне осындай құлдарының Аллах тағала бізге осындай жақсы, өзі жақсы көретін осындай істерді, өзі риза болатын осындай нәрселерді істеуге бізге нәсіп болсын. Амин.